Шерлі тарих көз жасы боп барлайды, ықыластың қобызындай зарлайды. Сонда дағы қара бура рухы ұран салып қайта жорыққандайды. Күні кеше көз көргендер айтады, шаңырақты большевик кеп шайқады. Төрт түлігін алған кезде сыпырып, аштан өлген мүрде болды байтағы. Тағдыр өзі жауыққан соң қазаққа, шыжғырылды тірдей от тозақта. Босқан елдің ізі жатыр өшпеген, қарт қаратау, сарсу мен созақта. Сатыбалдағы десе шынымен де ең бірінші көз алдымызға бірденен режиссер түседі. Өзінің нағыз профессиясының, өзінің мамандығының нағыз шебері болған адам ғой. Қасында кофесі, аузында темекі, көзінде очки, бір қарт бір ойланып отыратын кезі болады өзі. Отырады бір. Ең алғашқы фильмдерінен бастап, соңғы түсірген жаңағы енді өзі аяқтай алмай кетті ғой, жаңғырық фильмі енді бастады, бірақ аяқтай алмады. Дегенмен де сол алғашқысынан соңғысына дейінгі фильмдерінің барлығында біздің қазақтың тағдыры, қазақтың жаңағы тарихы, әсіресе алғашқы фильмдерінде мына кеңес үкіметі кезеңде қалай совет үкіметі қазақ жерінде орнады, сол орнағаннан бастап сол 70-80 жылдық тарихы бір өте бір жақсы көрсетіледі деп айтуға болады. Кітап құмарлығы соған сай қаламының желі бартығын. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. Ауылда көрші тұрған жерлесі айтулы жазушы Асқар Сүлейменовпен қайта табысып, әдеби ортаға үйірілді. Асқардың игі әсері көп болды. Екінші курста «Тентек» деген алғашқы әңгімесін жазып, оны Асқарға еріп, Лениншіл жас газетіне апарып бергенде, ертесіне жарқ еткізіп шығарған Әбіш Кекілбаевтай тағы бір жанашыр аға тапты. Қанат бітті, қалама жүрдек тартты. Жазушылар одағының талқылауларында ауызға іліге бастады. Арман ұлғайды, талап тасыды. Шұғыл шешімге келіп, Мәскеудегі әдебиет институтына жол тартқаны да содан. Әуежайдан түскен бетте таксилетіп, құжат тапсыруға келсе, 3 жылға дейін тек сырттай оқытатын жүйеге көшіпті. Сол күні Мәскеудің халық шаруашылығы көрмесінде Шәкен Айманов пен Қамал Смайыловқа жолықтырып, жақсылардың шарапатын тигізген тағдыры мұны бүкіл одақтық кинематография институтының сценаристер дайындайтын факультетінен бір шығарды. Бірінші курсқа түсіп келдім, ВГИК-тің сосын каникулға келмеймін ба. Содан кейін жатақханаға келіп, өзім курстастарым алдым, мен енді Мәскеу. Кеш сағат 7-те отырыс басылатын болды. Сол 62-ші бөлмеде тұрғанбыз. Содан кейін вестибюльге шықсам, жалғыз телевизор бар еді. Бәріміз телевизор қарап тұратынбыз, кино көремін. Сөйтіп ана дастархан жасап атқанда мен шығып бүйтіп келіп қарасам, Гамлет жүріп атқан Смоктуновский. Охо. Қарасам жанымда біреудің демін естідім. Смоктуновский енді Магрит, бірақ та ана демін естігенде бір түрлі. Қарасам өте сүйкімді бір қыз тұр. Қарап. Сосын енді Смоктуновскийдің жайына қалды, бұрында көрген ғой. Созақтың Гамлеті со жаққа қарады. Иә, содан кейін бүйтіп қойып сөйлесіп көрген бір. Ребята, потише деп қояды сөзеттер. Сосын ана қызды былай, кейін посмотрим еще будете идти деп орысша сөйлеп. Содан сағат 7-те 62-ші бөлмеге келетін болды. Келістік. 7-те ана қызды жігіттерге айтып қойған, ой, мен өшеден бір жақсы әдемі қызбен таныстым. Атын әлі көрген жоқпын дедім. Сұраған жоқ. Сұраған жоқ. Қазір келеді. 7 жоқ, 7-15 жоқ, 7-20 жоқ, 7-жарым болды. Жаңа қызым қайда деймін қыз. Іздеп бардым, ана пәлендегі бөлмеде ұмытып қалды қазір. Бұрыштан айнала берген кезде кітапхананың астында. Барып ашсам, мен танысқан қыз бүйтіп есікті ашты. Шаш, қазір деді, сол мынандай есікті былай
ашық қой, қалды ғой. Ар жағында айнаның алдында бір басқа қыз, ой, мынау оның жайында ана жаққа көз түсті. Көрдім. Ол кезде енді сол жөн айтып отырмын, мақтаншақты, бәшкеу, кеуде деген, ой, бұл ипподром, жай кеуде емес, атшабыс. Ипподром. Кеттім ары қарай. Жаңа Нартайдың маған группаға келген, тура бардым. Сол кезде шынды ауаны менде солай ығыстырған болуым керек. Айнаның алдында тұрған қаратты, сол үзтеле болып шықты. Оқуды бітіріп, Қазақфильмге жұмысқа тұрғасын бірнеше сценарий жазып, солар бойынша әрқилы фильмдер түсірілді. Қанымбек Қасымбеков қойған «Шоқ пен шері» бірнеше халықаралық жүлделерге ие болып, сонау Монте-Карлодан күміс нимфаны алып қайтты. Тағы жазды. Бірақ өзінің сценарийіндегі әлемі фильмге айналғанда жұпыныланып, жадағайланып кететіндей көріне берді. Содан көңілі қалғанда баяғы режиссер болам деген ойы қайта қоздап, ойына алаң кірді. Кейін Георгий Данелияның шеберханасынан білім алып, кәсіби режиссер мамандығын жан-жақты игеріп шықты. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, платиналық тарлан иегері Сатыбалды Нарымбетов. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Жанна Қуанышева. Ваши аплодисменты легендам казахстанского кинематографа. Қазақ кино тарихында меніңше Сәкеннің ерекшелігі ол Сәкен жазушылықтан режиссураға баруы. Мен талай режиссерлармен жұмыс істедім. Олар керемет кино түсіруі мүмкін. Олар да өз алдына үлкен суреткерлер, бірақ бір ауыз сөз, екі сөйлемді біріктіріп жаза алмайды, өйткені ол басқа дүние. Сөз өнері басқа дүние, кино басқа. Ал енді осы екеуін біріктіре алған Сәкеннің әрі жазушы, әрі классик жазушы, әрі классик режиссер болуында, менше бұл мен білетіндердің арасында Сәкен жалғыз. Стоп, машина. Кому хлеб даем, а? А кому задницу лижем, да? Не надо! Ты запались! Мясо! На! Эй, мальчик! Эй, не надо! Не надо! Эй! Я скину. Тимур, Хайхамида, тигам. Чандрав. Скин. Кров. Я дома. Hadi Şasan. Ойбай, не болып қалды тағы да? Ай, жетпеген маған осы жүр шамдан. Осы төбелеспесем жүре алмайсың ба? Не деген адамсың? Не болып қалды? Сату, здравствуй. Здрасте. Как поживаешь? Ничего. Что случилось? Кров. Там дрался он. Здравствуй. Сымбырдың. Кейко, Сату, проходите. Садитесь все. Только сюда. Курить будете, вот папироса. Бери. Аригато. Ақшал деген. Көзі тірі. Сол кісі анау кешке таман би алаңына барып отырады, жұрттың бәрі рахаттанып тұрып билейді. Өзі 19-20-ларда кезі сол кезде. Соның жанынан шықпаймын, оның берінесі ағатта отырады. Соны сезді ме, әйтеуір мені бір жаздың ішінде жаңа аккордеонға баян үйретті. Кино режиссері ретінде алғашқы фильмдерінің бірі Сатыбалды Нарымбетовтың «Көзімнің қарасы». Сондай жылы сүйкімді комедиялық юморлар ішінде тұнып тұрған фильм болды. Осы фильм Франциядағы бір үлкен фестивальде үлкен бәйге алды. Оған француз кино академиясы Жорж Сидул атындағы сыйлықты берді. Сатыбалды Нарымбетовтың аты жөні сол академияның баспалдағына алтын әріппен мәңгіге жазылды. Содан кейін француз кино академиясы шығарған тізім бойынша
әлемнің 100 таңдаулы фильмінің қатарына енді. Бұл қазақ киносының жалпы ондай әлемдік 100 кино деген тізімге бірінші рет, тұңғыш рет енуі еді. Бұл сатыбалды өзін өзі дамытуды жақсы көрді. Өзіменен өзі рухани жағынан да, және мына киноның мамандық жағынан да, киноның тілін дамыту жағынан жаңағы жоғары курсқа оқуға кетіп қалды. Кетіп қалғанда оны мына жақтан жұмыс істеп жүрген істеулі екі бала қолында қалды. Ол ана жаққа ақша жіберіп тұрады Сатыбалдыға. Әйтеуір енді Сатыбалдының бұл аяққа тұрып жақсы қатарға қосылып кетуіне істеулі марқұмның істеген қамқорлығы өте ұшан теңіз, енді шын айту керек. Быть женой творческого человека достаточно очень сложно. Она сама была творческим человеком, сама сценарий писала, сама занималась редактурой, да, сценариев. Но я помню, когда они сидели, мама напишет сценарий, папа помогал ей, там, помогал какие-то драматургические шаги, там, что-то, какие-то нюансы. И также они вместе, когда работали над жизнеописанием юного аккордеониста, мама очень сильно помогала. Не совсем, скажем, может быть, точное сравнение, да, но она как была, как оруженосец. То есть всегда отец чувствовал четкий тыл. Хорошо, я понимаю, ты не считаешь. Көрдіңіз бе, әзеке? Осы Жәлел деген. Алада қысық көз жапон. Рахмет саған Жәлел сенсе дейді. Көрдіңіз ғой? Біздер үшін несінде қиналасыңдар десе, ана Жәлел. Сендерде ешқандай кінә жоқ. Онында біздің үйге келіп кешке тамақ ішіп кетіңдер дейді. 15 август күні шықты жолға пойызбен. Бір қызығы сол кісі бірдеңені сезді ау деймін. Ұйықтаған жоқ. Түні бойы бірінші Алматыдан шықтық. Чемпионатқа жеткенше екеуміз сөйлесіп бардық қой. Ұйықтаған жоқ. Соңғы сөйлескенім сол. 15 август күні жеттік Кентауға. Ана жерден бізді өзіміздің киносъемочный Рафик қарсы алды, күтіп алды. 16 күн таңертең ұйықтап атқам ғой өзімнің нөмерінде. Біреу есікті тоқтатып ашып қалсам, жаңа өзіміздің Рүстем Абдрашев. Мұхитаны жерлеп, мамам құлап қалды. Дереуден скорый помощь, жедел жәрдем шақырттым. Бір кезде баласы кім деді, жаңа дәрігер шығып. Мен демем кір деді. Кіріп батқан кезде емін ұстап қалды айтты. Барып шешеңмен қорсасып. Ауылға келіп, жаңағы атамызбен әке-шешеміздің қасына жерлеп, сол жерде жаңағы барлық тіршіліктерін өткізді. Ізділі қайтқанда 90-шы жылдары бұл кісі күйзелді. Енді екі баланың анасы қиын қыстау уақытта пәтерде жүргенде екеуі қиыншылығында бірге болды, көрді. Ақшасыз отырған уақыттары да болды. Көп уақыт пәтерге төлеу керек, тамақ ішу керек. Балалардың біреуі ата-анамызға беріп қойды.
екіншісі қолымда өсті. Біраз қиналып сол уақытта мен енді ойлаймын, осы аурудың барлығы сол уақытта пайда болды деп. Сол күйзелістен. Дегенменен сатып алды. Сол үстілі ойлап едік енді. Үстілі кетіп қалғаннан кейін сатып алды. Не болады қала біз өзін өзі алып кете ала ма дегенде. Әйтеуір Құдай бір күш беріп, пана болып, әйтеуір сатып алды, берілген жоқ. Сол фильм енді бір жылдай ма, бір жарым жылдай ма полкада жатты. Фильм бітті, монтажда, бірақ та мен енді папам жалғызғаннан кейін үйге жиі келіп тұрдым. Тамақ істейтін адам жоқ. Мен өзім повармын. Мантының жағын істеп отырмыз. Ол темекісін шегіп, алысқа қарап кетті да, папа не туралы ойланып кетті десем, мына фильм полкада жатып қалды ғой. Мен ана жақтан жұбатып қоймай, әлі болады бәрі. Фестиваліңізде болады. Қиналып келген кино ғой деп. Осы фестиваль болса, бір Жапониядан бастасақ екен. Сөйтіп жүргенде жылдың аяғына қарай бірінші осы фильм көзімнің қарасының шақырылған фестиваль Жапониядан келді. Сөйтіп жүріп, бұл көзімнің қарасы 33 кинофестиваль. Группа С емес, Б емес, группа А. Престижный фестивальдарға бір 10-15 приздары бар. Сол платиновый тағыланды бірінші алғандардың бірі осы менің әкем. Мемлекеттік госпремия дейді ғой. Мемлекеттік премияны екеуі қатар келді. Содан бастап көзімнің қарасымен айтып отырмын ғой 33 кинофестиваль. Сөйтіп дүниежүзінің бәрін аралап шықтым. Бір ғана киноның арқасында. Фильмдерінде үнемі оқиға баланың көзімен, жас баланың көзімен береді. Міндетті түрде жаңағы жас бала болмаса жаңағы жас қыздың көзімен. Барлық фильмдерінде бұл. Көзімнің қарасында да солай, омпада да бар, қыжылағанда бұл міндетті түрде, аманатта да жүр бұл жаңағы кішкентай балалардың. Бұл үнемі жүреді. Ол кісінің фильмдерінің міндетті түрде ол басты кейіпкер болмаса да, мүмкін ол қосалқы кейіпкерлер болуы мүмкін. Мүмкін ол тіпті эпизодтық бір пайда болып, екінші қайта пайда болмайтын эпизодтық кейіпкерлер болуы мүмкін. Дегенмен де бала бұл кісінің фильмдерінде бір маңызды кейіпкерлердің біреуі. Сонда ол кісінің өзінің сөзінше ол кісі айтады да, бала ол өте таза әлем. Мен фильмдерінде осы таза әлем арқылы електейді ғой. Сол оқиғаны, сол бір үлкен тағдырлы кейіпкерлердің бейнесін сол бір таза әлемнің елегінен өткізгім келеді дейді. Хороший мальчик, мужчина. Жоғары шығыңыздар. Қонақтар келіп қалды. Сәлемес. Келіңіздер, жоғарылатыңыздар, төрлетіңіздер. Ескіне, қонақтарға су құй. Әуре болмай қой. Нарым бетіп жәлел сіз боласыз? Дәл өзге келдік. Жолға әзірленіңіз. Жеңгей, жолға әзірлесеңіз заттарын. Не болды, шақтада бір нәрсе болды ма? Ай, мен дымда білмеймін. Бұл кісілер Түркістаннан келді, әдейі. Мүмкін қателесіп тұрған шығарсың. НКВД қателеспейді, айналайын. В жизнеописании он показал, что кто-то из доброжелателей, в кавычках, подсказал сотрудникам НКВД, что дед приглашает японских пленных к себе на обед, дабы как бы с ними просто побеседовать, пообщаться. Просто человек сострадал, человек прощал. Нашелся какой-то доброжелатель, и деда, ну, скажем, отправили на 2 года. Отец был живым свидетелем, тем более ребенком, да, когда в детском возрасте воспринимаешь, видишь такую несправедливость, она остро потом отдается. Остро. С годами это, может быть, боль даже очень-очень сильно усиливается. Потому что несправедливость до сих пор идет.
Он это на протяжении всех фильмов, вот эту линию как-то вел. Ты куда? Домой. Как домой? Родина, жаба. Яцким, ты очень хороший мальчик. Батя жалел сенсей, тоже очень хороший человек. Хадишасан, ты тоже хорошая женщина. Я тоже, как ты, женщина, женился, а? Мұрныңды сүртіп бөтіріңе ты еще мальчик. Мальчик. Аман есен еліңе қайтып орал. Бақытты бол, Сато. Қашан келесің? Кто говорил? Хорошо. Сау бол, Сато. Аман есен когда приедешь? Их было человек 300, этих пленных японцев, когда они у нас появились. А уехало меньше половины. Остальные навеки остались тут. Қоңыр мұң болатын ол кісінің барлық шығармаларына тән нәрсе. Осы мәңгілік бала бейне спектаклі менің спектаклім әуезов театрында жүріп жатты. Сол кезде Сәкен қайта келіп көріп жүрді. Сосын бірде әкім ағасы екеуі осыны кино қылып түсіру керек деп шешкен сияқты. Сосын Сәкен маған осының сценарийін жазыңыз енді. Аншлагпен қанша жыл жүріп жатыр деп. Содан мен сценарий жаза алмаймын дедім. Себебі бұл өзі о баста әңгіме болды. Онан кейін бұл пьеса болды. Енді бұны киноға түсірем десеңдер өзі сол бір тамақты біресе қуырып, біресе булап, біресе асып жей бергеннен не ұтамыз? Басқа бір дүние түсірейік. Мен басқа бір шығармаларымды түсірсеңіз деп едім. Жоқ деді ол. Ол осы Ләйланың табиғатын өте жақсы көрді. Тәнті болды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله дертіне шипа, иманыма нұр, ибадыма қуат, бере көріңізші. Аузу биллахи миннаш шайтанir-рajim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Allah дертіне шипа, иманыма нұр, ибадыма қуат, бере көріңізші. Аузу биллахи миннаш шайтанir-rajim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин ияка набуду ва ияка настаин. Ихдина сиратал мустаким сиратал лазина алхамда алейхум гарил махсуби алейхум ва лазалин. Амин. Сіздің табиғатыңызды білем ғой. Ләйла ең бірінші дұғамен бастайды деді. Ол дұға елдің тыныштығын, қазақ елінің киелі қазақ еліне жасалған дұға болады. Адамзаттың амандығына, жердің амандығына арналған дұға болады. Осы қыз-жылағанды түсіру барысында мен бала кезімнен қобыз класын бітірген едім, қобыз ойнайтын едім. Сон бірде Сәкен жиі келіп жүрді әкім Таразиға. Сонда мен бөлмеден естіп қалатын сияқты кіріп келе жатқанда қобыз ойнап отырғанымды. Сон бірде маған айтты, жеңеше осы қобыз ойнағанды сіз қоя тұрасыз ба, мен қыз-жылағанды түсірейін, сонан кейін мен сізге рұқсат берем, қобызды біраз уақытқа дейін қойсаңыз, сіздерде көп бір қуанышты жағдай болады деді.
мен өте мынау бір ырымшыл ма сондай адаммын. Сәкеннің жаңағы сөзі маған бір әсер етті. Сонан кейін біз мына тұңғыш баламызды ұзақ күтіп жүргенбіз. Мен бірден Сәкен айтқаннан кейін қобызды шынында қойдым. Содан қыз жылаған түсірілді. Қыз жылағанның атын мәңгілік бала бейне деп қоямыз ба, қалай қоямыз деп олар көп ізденді. Сосын мен айттым, маған қыз жылаған деген ат ұнайды. Қыз жылаған деген бір таудың ба, жердің ба, бір өзеннің ба, бастаудың ба бір аты сияқты. Сол қыз жылаған деген саған ұнамай ма, сен қалай қарайсың деп едім. Ұнады маған қыз жылаған дейді. Сөйтіп қыз жылаған деп қойдық. Соны алды. Сонан кейін осы қыз жылағанда қобызыңызды кіргізем деді тәлірет. Осы ең бірінші менің түскен фильмім Сатыбалдағаның, бұл жалпы менің үлкен киноға қадамым сол Сатыбалдаған фильмінен басталды. Сол кісі тұсауымды кесті. Сонда бір күні мені шақырып алды. Дулға балам, мен саған бір жақсы рөл жазып жатырмын. Осы қыз жылаған фильмінде сенің маған атың ұнайды деді. Дулға деген атың ұнайды. Сол сценарийде өзіңнің атыңмен қалдырсам қалай қарайсың деп. Менен сонда рұқсат сұрады. Мен жап-жас баламын ғой ол кезде. 20-ның ішіндеміз. Мен қуанып кеттім. Аға, әрине, бірақ енді ыңғайсыз болмаса, енді өзіңіз біліңіз, сізге енді виднее деп сөйледім. Әрине, ол егер сен не қылсаң, онда мен солай атыңды қалдырайын деп. Сөйтіп сол рөлді маған арнап жазды, өзім атыммен жазды. Сәкеннің бір айтатын нәрсесі, үлкен гуманист адам ғой. Ол кісі еш уақытта дінге, жүзге, жерге ондай бөлген адам емес. Ол кісі айтатын, мына Алла тағала дейді, Тәңірі дейді, Құдай дейді, жаратқан дейді, бәрі бір ұғым дейді да. Біз дейді, оның тек қана жолы әртүрлі дейді. Біз Алла тағаланың әртүрлі нәсілді ұрпақтарымыз деп айтатын еді. Сондықтан дейді, мына сол діни тұрғыдан, басқа тұрғыдан мына елдердің, халықтардың арасындағы ол жүріп жатқан қиян кескі соғылыстар, олардың бәріне мен қарсымын деп айтатын еді. Мысалы, қыз жылағанда шал бар ғой, сол кісі келіп жаңағы бейіттердің басына жоғарыға саты қойып жүреді ғой. Сонда сол фильм туралы пікір жазғандардың біраз айтты, ол немене қайдағы бір еврей шал неменеге жүр мұсылмандардың бейітінің басында, неменеге саты қойып жүр дейді. Сонда Сәкен айтады, бұлар қалай дейді. Ол дейді жаңағы іздеусіз қалған, Құран оқылмай қалған, сондай ол ұлтына қарамай дейді, басқасына қарамай, сол жаңағы саты қойғанда көкке олардың жаңағы жаны, тілек дұғаның бәрі қабыл болады екен деп Бахадур Цуладзені түсірді ғой соған. Сөйтіп айтатын еді. Жалпы мәңгілік бала бейнені түсіргеннен кейін бұл кісінің шығармашылық ауқымы, деңгейі, шарықтауы бір қанаты ашылды, демі ашылды. Бұл кісі басқа бір арнаға түсті. Қыз жылаған бұл кісіге бір сондай мүмкіндік берді. Қыз жылағаннан кейін бұл кісі Мұстафа Шоқайды түсірді. Однако вам тяжело будет справиться со всеми задачами, стоящими перед вашим правительством. Мы предлагаем вам помощь. И в чем же она будет выражаться? Власть переходит советом. Вы становитесь председателем Совнаркома Туркестанского края, то есть полномочным представителем советской власти. Революция, победившая в России, победит и здесь. Вы распускаете весь свой кабинет и вступаете в партию большевиков. Затем мы все вместе... Это не помощь. Это сделка. А я не торгую будущим. Тем более будущим своей страны. А у вас нет выбора. Кто не с нами, тот против нас. Значит, мы против. Іздену, біз осы егеменге қалай келдік? Осының анда қандай тұлғалар өзін құрбандыққа шалды, соны білмейді екенбіз. Қарап отырсақ, біздің өмір, нағыз өмір өткен ғасырларымызда іздесек. Қаншама тұлғалар кетті, өзін құрбандыққа шалған. Олардың бәрін біз сейфке салып қойып, кеңес үкіметін үлкен алып. Өйткені солардың бәрін образы қайтаруымыз керек, елімізге қайтаруымыз керек, көрермендерге, жас ұрпаққа
жасаған кинолардың барлығы сатып алдағаны өзінің жанынан шыққан жан айқайы сияқты. Өзі де интервьюінде де өзі де айтып отыратын. Мен не нәрсені бастасам да через себя өзімнің жүрегіме бірінші жүрегім арқылы өзім арқылы өткізіп аламын басымдан дейді. Өткізу үшін маған ұзақ уақыт керек дейді. Сол сияқты Мұстафа Шоқайды да мысалға 5 жыл ойланып жүрдім дейді. 5 жыл дайындық өткіздім дейді. Мен мұны осы киностудияның табалдырығын аттаған бетте бірден кезіккен және пробасына барған режиссерім, осы алғаш режиссерім Сатыбалды аға болды. Сәкен аға сол кезде бір жылы кейіп танытып, балам қайдансың, қайда оқисың деп сұрап, сосын ары қарай пробамды көргесін, оқу керек, актерлық шеберлікке түсе ғой деп сөйтіп академияның адресін берген адам осы Сәкен аға болатын. Менің өнердегі жолыма ықпал еткен, осы кино саласын таңдауыма үлкен үлес қосқан азамат осы кинорежиссеріміз Сатыбалды Нарымбетов ағамыз. 2005 жылы Сәкен аға Мұстафа Шоқай деген үлкен киноэпопеяға кірісті. Сол фильмде бірден мені Мұстафа Шоқайдың жиеніне Байдрахманның рөліне шақырды. Аға, мына таспиқ есіңізде ме? Байдрахман? Шахиншар. Біз өзіміздің тарихымызды ұмыта бастаған ел екенбіз. Ұмыта бастаған ұлт екенбіз. Осы 25 жыл болды ма, 26 жыл болды ма, егемен ел болдық қой, Сол әсіресе Мұстафа Шоқайды түсірген кезде сол фильмге келген көрермен жастардың сұрақтарына қарап, мен біздің ұлттың, жастардың ояна бастағанын сездім. Өзінің тарихқа деген құштарлығының ояна бастағанын сездім. Сол соңында мына аманатты 3-ші фильм тарихқа қайтадан қайырыла келіп отқан себебім осы. Өзіміздің тарихшымыз Ермахан Бекмаханов туралы үлкен кино түсірем деп, бұл фильмге біз 2 жылдай дайындалдық. Сәкен ағаның ең бір үлкен ерекшелігі өзіне ұнаған, өзінің көңілінен шыққан актерға барын салат, барын береді. Бүкіл актердің шығармашылық потенциалын сыртқа шығаруға тырысатын. Ақырын ана жылы сөйлесең, жылан діннен шығады дейді ғой. Сол Сәкен ағаның сондай бір қасиеті болатын. В истории бывали и такие освободительные войны, когда народные массы боролись за полную независимость от царской России. И именно восстание Шамиля преследовало эту цель. Но тем не менее оно признается прогрессивным движением. Мы уже это слышали. Но мне больно, товарищи. Мне кажется, после выступления некоторых моих оппонентов... На чью ты мельницу воду льешь, Бекмаханов, а? Товарищи, складывается впечатление, что наша история – это огромное кладбище нарочито неопознанных трупов разбойников. И только. И жаль, что некоторые мои оппоненты, боюсь, что сознательно забыли. История не знает сослагательного наклонения. И мне их искренне жаль. Что-то происходит с нашей памятью. А истина истории стучится в наши двери, просится. А мы... Ермахан Бекмаханов ұлы тақырыпты көтерген жау жүрек тарихшы еді. Сталин заманында Кенесарының тарихын көтеру, ақырған арыстанның аузына өзіңді апарып салып жіберу ғой. Сөйтіп, ол кісінің сол жолда бүкіл ғылыми дәрежесінен айырылып,
оны әріптестері балағаттап, қудалап, ақыр түбінде түрмеге тығып жіберді. Мінекей бұл жерде Ермұхан Бекмаханов тура Кенесарының кебін киді. Мынау социализм заманындағы отаршылдықтың құрбаны болды. Анау патшалық замандағы отаршылдықтың құрбаны болды. Сол екеуін аналогия, екеуін параллель күйде экранда беріп отырады екі батырдың. Сатыбалды ағам өзінің артынан қанша деген мықты шедеврлерді қалдырып кетті. Мындай адам өлбейді, мындай адам дайыма бар. Сатыбалды ағабыз бұл бір елі қазақ елінің шыған ұл емес. Сатыбалды ағабыз Орта Азияның керек болса дүйнөлүк киши деп айтар элем. Ошон үчүн мына жакында Парижде болуп өткөн фестивалда киного кошкон салымы үчүн деген сыйлыкты Сатыбалды агама каза болгондон кийин тапшырганда, ошол сыйлык тапшыруу менин сыймыма туш келди. Мен ушундай кубаныч менен, ушундай сыймык менен тапшырдым ал сыйлыкты. Барлык фильминде жан айкай көрүнүп турат. Эртеректе түсүрүлгөн фильмдерден баштап қазіргі фильмдерден карап отсаңыз, кәдімгі жанашырлық, халқына деген сүйіспеншілік, жан айқай. Мен оны осының алдында да бір жерде айтқан болатын. Мана Мунк деген художник бар ғой, соның жан айқай дейтін бір крик дейтін бір картинасы бар ғой. Мен осы Сатыбалды ағаның фильмдерін қарағанда сол Мунктың крик, сол жан айқай, айқайлап тұрған адамның кәдімгі бүкіл ашынып айқайлап тұрған сол картинасы есіме түседі. Ол кісі сондай философ, ол кісі сондай терең адам. После первой встречи я уже могу сказать, что мы уже подружились. Вот долго разговаривали о сюжете. Там же тема, очень интересная тема, очень близкая ко мне тема. Там после Варшавской революции еще в середине 19 века отправляют ссылку поляка в Казахстан. И фильм вообще о независимости казахского народа. А это меня тоже и тогда уже, а сейчас больше и больше меня интересует именно судьба независимого или вообще формирования Казахстана как страны. Жаңғырық деген сол анау өткен пәлен ғасырдан келген ата-бабаларымыздың дауысы. Сол кездегі даланың дауысы. Сол далада қандай қырғындар өтті. Қазақтың басына қандай қасіреттер төгілді. Осының бәрін осы жаңғырып болып, қайта оралып жатқан деп ойладым да, сондай ой келістінен. Ол кісі киноны бастадым деген кезінде көз жарқап шыға көреді. Ауруына қарамайтын. Бала, менің денсаулығым киноға байланысты. Мен киноплощадкаға шықсам, ауруым бәрі кетіп қалады. Мен бір рет осы фильмді іліп кетейінші, ары қарай көресің. Надо заметить, что Сакен ага, я думаю, что это он планировал как последний его большой фильм. Он мне так говорил. Наверное, прощальный большой фильм. Он это уже знал, но он так и не снял. Проект незавершенный остался. Министерство культуры нашей республики, руководство Казахфильма позволило нам с братом завершить отцовский проект. У нас должно получиться. Я думаю, что и министерство, и руководство Казахфильма, они помогут нам. Я очень надеюсь, чтобы завершить достойно. Я не знаю, вот честно говоря, конечно, большая ответственность. Это долг наш аманат завершить. Конечно, понятно, что это не будет фильм Сатыбалды Нарымбетова, это будет фильм Оскара Мухита Нарымбетова, старшего сына. Но мы постараемся с братом и со всеми постановщиками передать дух. Тот дух, те идеи, тот замысел, который хотел передать на экране отец. Құдайға шүкір, шынымен де мынау қазақта жақсы сөз бар ғой, ат аяғын тай басар дейді. Мынау осы фильмді бастап әрине аяғына жеткізе алмай кеткені өкінішті, бірақ сол өкініштің орнын толтыратын мінекей артынан ерген балалары бар. Асқар Мұхитов бар, режиссер, қазір осы фильмді ары қарай жалғастырып жатқан. Ескендір бар. Екеуі де қазіргі
жалпы киномен өскен балалар, киномен тыныстап, жалпы өнермен тыныстап өскен балалар. Ең бастысы бұл жерде Сатыбалды ағаның Аманат деген картинасының жалғасы іспеттес болып келеді. Бұл жерде де Кенесарының тақырыбы қозғалады. Осының барлығын енді көтеріп өтуіміз керек. Ең бірінші бұл жерде біздің санамызда тұратын бірінші мәселе, қайта-қайта қайталап айтып жатқан нәрсе, ол Сатыбалды ағаның бастаған аманатын аяқтау. Ең басты мақсат. Біз үшін бақыт болған нәрсе соның ұстаздық еді. Ұстаздық еді, өйткені ол кезде ұстаздар ең бірінші біз кино институты ашылып, театр институтынан бөлініп және қатар ашылды ғой, кино факультеті болып. Сол кезде ұстаздар тапшы еді бізде. Көп ұстаздар Мәскеуден бітіргендіктен көбісі орыс тілді болып келді. Көбісі біздің жан дүниемізді аса түсіне қоймайтын еді. Ал осындай сәтте мен әдебиетте жүрген, әдебиеттен келген адамдарды аңсайтын едім. Менің тілеуімді Құдай бір қоштағандай енді күндердің күнде біздің аудиторияға кіріп келді ағай. Бірінші курстан ол кісіге нелеріміз, жұмыстарымызды көрсетеміз. Ол кісі пікірін айтады, бірақ енді пікірге келгенде қатал кісі тұғын. Біз соңғы сол 5-ші курсты бітіретін кезде ол кісі ауырып жүрді. Енді сонымен онлайн болып не алғаннан кейін дипломдық жұмыстарды жинап әкелуді сұрады. Сол жинап апарған кезде әр жұмысты өзі қанша ауырып отырса да барынша соңына дейін қарап отырды. Ол маған айтатын, маған екінші Сатыбалдың аргументі керек емес. Маған сенің көзіңмен көрген керек. Мынаны қалай көріп тұрсың? Менен сұрама дейді, мынау қалай деп. Сенің көзің керек маған, мынаны қалай көріп тұрсың сен? И сонда кеп көрсетіп болып, өзім фильмді көрсетіп жатсам, қарап отырып, не түсіріп бөліп тұрсың ба деді. Ана сөзден қорқып кетсем бола ма? Соңғы курс, сен кино түсіріп келдің, біліп отырсың ба дейді. Ай, бір 5-ші курс, соңғы курс бір жеңілдеу болды. Ұстазыңнан мойындау деген бір өте үлкен бір құрметтің бірі деп ойлаймын. Қазақ тарихының жоқтаушысы болатын. Өнер жасап, фестивальдерден орын алып жүре берсе де болатын еді. Бірақ та ол кісі үшін қазақтың тарихын қазаққа аманат етіп тастап кету әлдеқайда маңызды болды. Өзі әрдайым айтып отырады, мен бірінші Мұстафа Шоқайды түсірдім, екінші Аманат, мынау үшінші менің Янушкевич. Бұл осы үшеуі бір трилогия сияқты бір-бірін жаңғыртып отырады, жаңғырық. Бұл кісі енді менің бір байқағаным, бұл кісі бір ұлтқа тән, бір ұлттың ішінен жылт еткен бір сәуле көрсе балалардың шығармашылығынан, соны өзі іздеп, соны әрдайым елеп ескеріп, оны кішкентай демей, жас демей, бала демей, қашанда соны қамқорлап жүретін. Бірнеше жылдар біз Кенжебекте фильм алмай, менде бір 10 жылда ешқандай фильм алу мүмкіншілігі болмай кеткен кездерде ол кісі бізге қатты сондай жүрегімен ауырып көмектесуге тырысты. Киноорталыққа шынымен ертіп бар, сондағы адамдарға бізге таныстыруға тырысты. Кенжебек екеуміз қазір өндірістеміз ғой. Осыған дейін бізді алып келді. Дәл сол финалын, соны алған кезіміз осындай бір қуанышты ол кісі көре алмай өмірден өтіп кетті. Сол бізге қазір бәл өкініш. Қазір болатын болса соншалықты қуанатын еді деп ойлаймын. Бұл кісі басқа бір тәсілдермен, анау әлемдік кинода бар, орыс киносында бар, техникалық, драмалық, жанрлық бір ерекше бір құбылыстарды енгізді. Біз соны әлі зерттеген жоқпыз. Мұнау шынайылықты беру, шынайылықты қалай беруге болады? Осының бәрінде бір Сәкеңнің қалдырып кеткен ізі бар да. Бұрын бала кезде ойламайтынбыз. Мәңгі жасайтын адам сияқты көресің ғой. Өзіңнен 3 жас адамды сен алып кетті, сен бұрын өлесің деп қойды. Әркімнің қашан өлетіні белгісіз ғой, ол Алла тағаланың еркі. Өлім туралы ойлау деген сөз өзің алдында есеп беруге дайын болуың керек.
не жасалды, не жасаған жоқсың. Әркімде жоспар бар, өзі іштей құратын, бірақ Алла тағаланың айтында жоспарын айта алмайсың. Соны орындайын ба, үлгере аламын ба, соларды деп ойлайсың. Бір қорқатын нәрсе болу керек. Алла тағаладан өлім. Өлім деген Алла тағаланың өзінің инструменті ғой. Ол тарих тудырған тұлға еді. Тарихтың бітеліп қалған көздерін ашты. Көмескіленген тұстарына жарық түсірді. Әне, енді ол өзі де тарихқа айналды. Өлмейтін, өшпейтін тарихқа. Аяқталып фәнидегі сапары, жақсы адамдар қайтып бара жатады. Тіршіліктің күні бүгін батқанмен, оның таңы ертең тағы атады.